Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздермен әдемі осындай электронды шақыру хаттарымен, болмаса шақыру билеттеріменен осы электрондық видеоролигімді түсіріп отырмын. Сондықтан жақсылап қарап алыңыздар. Міне көрдіңіздер, мектепте мұғалім болып жүргеннен кейін өзімізде ашық сабақ болады, іс-шараларымыз болады. Сынып жетекші ретінде барлығын осындай шақыру билетімен өзіміз меңгергеніміз дұрыс болады. Біреуден көмек сұрап жүргенше өзіміз жасаған өте оңайлы болады. Апталығымыз болады. Сол кезде осындай шақыру билеттерді қалай жасаймыз, сол туралы айтып өткім келеді. Ол үшін сіздер Google браузеріне жазасыздар Pinterest деп. Себебі бұл жерде осы Pinterest арқылы біз барлық шаблондарды таңдап аламыз. Өздеріңіз мысалы қарап тұрсаңыздар, осындай Pinterest несіне өз аккаунттарыңызбенен кірсеңіз болады, тіркеліп. Мен ол жерін көрсетпедім, сондықтан өздеріңіз тіркеліп алыңыздар. Енді бізге осындай бет ашылады. Осы бет ашылған кезде енді өзіміздің сабағымызға керек шаблондарды аламыз. Бұл жерде сіздерге пригласительный тойға шақыруға болады, әртүрлі мероприятияға жасап өздеріңіз істеп алсаңыздар болады. Және бұл жерден тойға, туылған күнге өздеріңіз пригласительный жасауға болады. Мен өзім сабағыма керекті болған соң осындай пригласительный на урок деп алдым. Сол кезде бізге осындай беттер ашылды. Тек бұл жерде ғана пригласительный жасап қана қоймай, оқушыларға осындай грамоталардың түрін ұсынуға да болады. Енді дипломның түрін, мысалы сабақтарымызда біткеннен кейін сабағымыз жақсы өткесін, оқушыларды марапаттау үшін осындай керемет грамоталарды берсек те болады. Енді мен сіздерге шақыру билетінің туралы айтатын болғандықтан мен сіздерге шақыру билеті туралы айтайын. Енді маған мына бет, енді қарап тұрсаңыздар, әртүрлі шаблондар бар. Бұл жерде әдемілігіне, сапасына қарап жүктеп алған дұрыс болады. Мен енді сіздерге көрсету үшін мына түсі ұнап тұр, осы түсті сақтап алып көрейін. Жаңа айтқанымдай 3 нүкте бойынша сақтап аласыздар. Және осы жерден қарап істеп алуға болады. Мен сіздерге копировать етіп көрсетпес бұрын бұл қай жерге түседі, соны көрсеткім келіп тұр. Ол сіздердің загрузки деген бөліміне түседі. Міне, загрузки бөлімінен осы жерге рабочий столға сүйреп әкелсеңіздер болады. Көбінесе маған мұғалімдер осы загрузки бойынша алған фотоларым қайда кетті деп іздеп жатады. Ол көбінесе бізде сол загрузкидің ішіне түседі, соны да айтып өткім келеді. Енді бұны біз копировать етіп аламыз. Копировать етуді де осылай көрсеткім келіп тұр. Бәрі мұғалімдер сұрайды, копировать етеміз. Енді бұны қайда қоямыз? Біз өзіміз қадымғы PowerPoint бойынша жасап көрсетіп атқандықтан мен сол жерге апарып қойғым келеді. Міне, вставить ете саласыздар осы жерге. Енді осының жан-жағына қарасаңыздар, міне, әртүрлі неде беріп тұр. Осыны келтіріп аламыз бәрін бір неге. Шеттерінде өзі көрсетіп тұрады, тартып осылай жасайсыздар. Енді бұл жерге біз қалай жазу жазамыз? Ол үшін вставканың ішіне кіріп, надписті басамыз да, мына жерге қоямыз және шақыру билеті деп жаза саламыз. Шақыру билеті. Міне, осылай қойылды. Енді бұл шрифттарды жазған кезде бұл жерде әдемі қазақша шрифттар бар. Оны мен де қазір айта өтемін. Ең бірінші осы жерде таңдап алайық. Міне, қазақша KZ деп тұр. Осыны үлкейтіп 44-ке қойсақ әдемі келеді. Осылай жазуға болады. Енді уақыттың тиімі болғандықтан мен келесі сөзді копировать етіп осы жерге қоя салайын. Не болғандықтан мен сөзді қайта-қайта неғып отырмағансын копировать етіп қоя салам. Мына жерге сіздер де солай қойсаңыздар болады. Міне, әрбір сөзді қойған кезде жылжып кетпей, мына сөздің несіне тимеу керек көріністеріне. Сол үшін кішкене мына жерде деп бұлай тартып қойсаңыздар әдемі тұрады. Және кімге жазғыңыз келеді, осы жерден жазасыз. Қандай әдемі осылай жазу жазды. Мен бұны Wordқа
және алдыңғы слайдтарды дайындап қойғанмын. Жазуларын солай Wordқа дайындап қойсаңыздар болады. Көшіріп әкелуге оңай болады. Енді мен қазақша шрифттарды қай жерден аламын? Ол үшін браузерге кіреміз және қалаған жолағына қазақша шрифттар деп жазамыз. Сол кезде бізге осындай бет ашылады. Соның екіншісін басасыздар. Бұл жерде 500-ден астам деп сөзді шрифтті алуға болады деп тұр, және оның асты бетіне түсесіздер. Сондай сөздер шығады, соны скачать етіп аласыздар. Және ол біздердің төменгі жағымызға түсетұғын болады. Мына жерге кішкене уақыт керек болады, төзімді боласыздар. Мына жерге өзі автомат түседі. Бізде түсіп қалды. Осыны ашып көрсетейін енді сіздерге. Осы жерден қалаған әрқайсысын ашып қарасаңыздар, міне осылай шығып тұрады. Өздеріңізге қалай ұнайды, сол сөзді таңдап алсаңыздар болады. Міне, мысалы, осындай ашылуы мүмкін, мынандай түрде ашылуы мүмкін, болмаса мына түрі ашылуы мүмкін. Қайсы сізге ұнайды, сол түрін аласыздар. Оны қалай установить етесіз? Мына жерде міне установить деген сөз бар, соны бассаңыздар, өзі автомат түрде установить етеді. Және өзіңіздің шрифттің несіне барады. Табамыз, надписке жазамыз, шақыру билеті. Енді біз мына жерде жаңа айтқанымыздай сөзімізді ерекшелеп аламыз да, осы жерден таңдаймыз. Қайсысы келіп түсті бізге жаңа, осыны іздейміз мына жерден. Міне, менің таңдаған нем мына жерге түскен екен. Осыны таңдап қоя салам. Міне. Және бұны үлкейтемін, әдемі болып шығу үшін. Міне, осылай әдемі шрифттарды таңдап алуға болады. Құрметті әріптестер, бүгінгі біздің видеомыз сіздерге ұнап жатқан болса, менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, осындай әдемі сабақтардан білім алыңыздар. Қазіргі таңда өте ұстаздар технология жағынан да әдемі болу керек, жан жағынан білу керек. Осылай әр жақтан білікті мұғалім, білікті ұстаз болуыңызға тілектеспін. Менің каналыма келіп тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Келесі сабақтарымда көріскенше сау саламат болыңыздар.